Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, өте дәмді және керемет болып шығатын, және де қыста рахаттанып жейтін сетибили дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де видеоның ең маңызды жерлерін өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең бірінші жұмысымызды барлық көкөністерді жақсылап жуып тазартып аламыз. Сосын видеодағыдай етіп барлығына турап алатын боламыз. Бұл жерде помидор, сәбіз, болгарский, пияз және чеснок керек болады. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Бұлардың барлығына біртіндеп мясорубкадан өткізіп аламыз. Ең алдымен пиязды осылай мясорубкадан өткіземіз. Міне пиязды да мясорубкадан шығарып алдық. Келесі бізде сәбізді алдын ала осылай турап алған дұрыс. Сол кезде мясорубкадан жақсы шығатын болады. Міне барлық сәбізді мясорубкадан шығарып алдық. Келесі бізде болгарскийді алдын ала турап кесіп аламыз. Сол кезде мясорубкадан жақсы шығады. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Қаншадан неше килограммнан қостым, барлығына описание бөлімінде жазып қалдырамын. Міне болгарскийдің барлығını мясорубкадан шығарып алдық. Келесі помидорды шығарамыз. Помидорды алдын ала осылай турап алып, сосын мясорубкадан шығарып аламыз барлығını. Барлық помидорларды мясорубкадан шығарып алдым. Енді қазанды газге қойып, ішіне майымызды құйып, майды қыздырып, пиязымызды салып қуырып бастаймыз. Пиязды да 3-5 минуттай қуырып аламыз. Оның артынан сәбізді салатын боламыз. Сәбізді де салып, асықпай 5-7 минуттай жақсылап араластырып қуырып аламыз. Міне сәбізді де қуырып алдық. Енді оның артынан болгарскийді саламыз. Болгарскийді салып, жақсылап араластырамыз. Сосын бұны да асықпай 5-7 минуттай жақсылап қуырамыз. Сол кезде өзінің табиғи суы шығады. Осы уақыт аралығында тұзын қосып жібереміз. 2 ас қасық тұз қостым. Кейіннен тұз аз болса тағы да қосамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өзінің суы шығып жатыр. Осылайша жақсылап қуырамыз. Міне жақсылап қуырылып болды. Енді оның артынан помидорымызды қосамыз. Помидордың барлығын салып болғаннан соң барлығını бір келгетіп жақсылап араластырып аламыз. Астыны жоғары отқа қойып бір қайнатып аламыз. Міне бір қайнап шықты, астыны жай отқа қоямыз. Енді үстіне мясорубкадан шығарып алған чесногымызды салатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып жіберіп 20-25 минуттай жай отта қайнатып аламыз. Осы кезде егер тұзы аз болатын болса, осы уақытта тұзын да салып жіберсек болады. Тұзын салып жақсылап араластырып жібереміз. Осы уақыт аралығында банкаларымыздың барлығını жуып тазартып, стерилдеп алатын боламыз. Мен мантоваркаға су қайнатып, үстіне банкаларды қойып, стерилдеп алдым. Ал крышкаларды бір ыдысқа салып, үстіне қайнаған су құйып, стерилдеп алдым. Осылайша банка мен крышкалардың барлығын стерилдеп алдым. Міне сетибилиміз де қайнап дайын болды. Енді жақсылап бір араластырып жіберіп, банкаларымызға құйып жаба берсек те болады. Осылайша барлық банкаларымызға бір келгетіп құйып алатын боламыз. Міне барлық банкаларға бір келгетіп құйып алдық. Енді банканың бойына суытпай, осындай закрывалкамен барлық банкаларымызды жауып шығатын боламыз. Крышкасына өте мұқият қараңыздар, жақсы жабылғанына көз жеткізіңіздер. Міне барлық банкаларымызды жауып болдық. Банкаларымызды дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Сіз де осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, және де лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.